Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерді Тарси әдісімен таныстыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Ең алдымен Google-ды ашамыз. Поискқа ағылшын тілінде Tarsia Maker деп жазамыз. Бізге Google көптеген сайттарды ашады, соның ең бірінші тұрған сайтына кіреміз. Дәл осындай пирамида тәріздес фигура шығады. Өзімізге қажетті фигураның көлеміне қарай таңдаймыз. Мен ең бірінші тұрған пирамиданы таңдадым, себебі менде сұрақтар аз. Ең бірінші тұрған ұяшыққа сұрағымызды жазамыз, ал екінші ұяшыққа сол сұрақтың жауабын жазамыз. Соңына дейін өзіміздің сабағымызға байланысты сұрақтарымыз бен жауаптарын теріп шығамыз. Сұрақтарымызды жазып болғаннан кейін ең бірінші тұрған Export to PDF деген бөлімді таңдап, жүктеп аламыз. Менде дәл осындай беттер шықты. Мен ең бірінші тұрған бетті таңдап шығарып алдым. А4 форматында дәл осындай сурет шықты. Мен ол суреттердің барлығын жеке-жеке қиып алдым. Бұл бөліктерді балалар сұрағы мен жауабын тауып біріктіре отырып құрастырады. Балалардың қызығушылығын арттыратын ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі. Алдағы уақытта дәл осындай қызықты әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.